Қалайсыздар еңшілер мен подписчиктер арыстыңдар қашамачы және де жак достар біздің өмірімізде Майнкрафтың 13-ші бөлім жалғастыратын боламыз достар. Сіздерге рахмет достар, алдыңғы бөлімге лайктар, комментарий және де подписаться етіп жатқандарыңызға достар сіздерге үлкен рахметімді айтамын достар. Енді біз бүгін өмірімізде не істейді деп ойласаңыздар достар, біз бүгін өмірімізде осы Майнкрафттағы нені салатын боламыз. Малқораны достар, мен малқоратын кешім өтем, яғни тауқораны салатын боламыз достар. Алдыңғы серияларда Жако айтқан, яғни осы малқораны салып жатқанда, яғни тауық қораға бөлек сондай не саламын деп, қора саламын деп, енді сол Жако бана өзінікінде айтқанда алдыңғы серияларда осы сериямызда осы тауық қораны салатын болады достар. Енді мен Жако өкінішке қарай көмекте салмаймын, яғни ол мені біріңе сұраса, мен оны барып кел дегенге мен өкінішке қарай оны естіп сөйлесе алмайсыз да, бірімізді просто түсінбеуіміз мүмкін. Сол себепті мен оған жағасатын болармын деп ойлаймын да. Сосын достар мен осы ненде кішкене мен өзім достар сіздерге осы үйді көрсетіп кетейін деп ойладым. Енді просто Жако мен просто жағаласам, сол себептен жаласпай қойын достар. Мені Жако, яғни біз закадрын дейді, яғни бұл видео басталмастан бұрын, яғни осы біз осы нені үйдің ішін дизайн дейді, я соны ішін бәрін бітіреміз достар. Өте керемет шықты деп деген ойдамын достар. Енді қазір достар мына есік алдын бәрін көрсетейік достар. Мына достар типа киім ілгіш, броня стойка деймін достар. Білмеймін қалай айтылатын достар, комментарий жазып кетіңіздер достар. Мен просто Майнкрафтта полностью білмеймін деген сияқты. Мына жақта достар мынау не десеңіздер, мынау типа андай не болады ғой, яғни біз сломанный заттарды, яғни жартылай сынқылған заттарды біріне қосып ойшам бүтін зат етіп шығаруға болады. Мынау типа сундук, не үшін екенін түсінбеген. Мынау жалпы достар мынау ойымша мынау айекем салатын жер секілді, егер қателеспесем. Мә Жако өліп қалды, крипер жартып. Мә достар крипер нені жартып жоқ па? Жарман секілді деп ойлаймын достар. Енді жалғастыра берейін. Мә достар мынау сіздер көріп тұрғандарыңыздар не? Типа қонақ бөлме дейді ғой, яғни мынау қонақ бөлме болып саналады. Яғни мынау типа отыратын жер, қонақтар келіп, сөйтіп отырамыз, өте керемет деп ойлаймын. Мына жерде картинкасы бар және мындай кішкене мынау түн болғанда өте керемет болып мынау жанып тұрады, ана кішкене әдемі болып тұрады деген достар. Және де мына жақта гүл, мынау общем достар өте керемет болып істеген. Және де мынаның ішінде кухня достар, ол кухняны білетін боларсыздар, бәрлеріңізді білетін боларсыздар. Осы мен видеоларын бәрін қарап жүргендер, осы видеоның алдыңғы серияларына туп-тура осы нені, яғни кухняны полностью Жако істеген. Сол үшін Жако саған сол себепті сен бұл видео қарап отырсаң, саған үлкен рахмет айтамын. Енді мына қарай жүріп өтіп кетейік. Мына жақта мынау достар мынау рабочий место секілді деп ойлаймын. Мынаны білмеймін не үшін істелген. Мынау достар мынау типа сәкі дейді ғой, примерно сондай, типа андай просто жаздары қарай, типа күн ысы, типа андай шай ішіп отыруға дегенде типа дала шығып білетін боларсыздар. Және мына екінші этажға қарай көтерілейік достар. Мына екінші этажында мынау Жаконың бөлмесі. Мынау да сіздер көріп тұрғандай әжетхана, мынау менің бөлмем достар. Енді менің бөлмемде қылады типа андай айтатын ештеңе жоқ, тек сундуктар, кровать, но типа рабочий место дейді ғой. Яғни анер типа ноутбук, сондай мені айтарлықтай ешбір қызық жер жоқ. Енді мына әжетханамызға кіріп кетейік. Мына ішінде сол не? Бұнда достар алдыңғы серияларда көрген боларсыздар. Мынау типа не? Ванный, мынау туалет, мынау типа умывальник, яғни қол жуатын жер. Мына жақта бөлінен гүл не үшін тұрған. Және де мынау атын білемін, атын ақыр тауылмадым. Интернетте қарағам, или дұрыс іздемедім, білмеймін. Өйше мана ата бірдеңе. Енді Жако бұның бөлмесіне кірсем ішке демейтін болар, егер сен бұл видеоны қарап отырсаң, кешірім өтінемін. Енді бұның несіне бөлмесіне өте кішкене ол енді қанша дегенмен ана дизайнер кішкене бәрін әдемі істегендіктен енді өз комнатасын жестко етіп істейді. Мен достар кішкене мынаның комнатасы менің арым 100% әдемі ол достар айттыңыздаршы. Мынаңар кішкене гүлдер, мынау типа шкаф секілді, сундук, рабочий столы, сосын мынау несі кроватьта өте керемет істелді деген ойдамын. Және достар мына жаққа тағы да біздің неміз келген, яғни досымыз деп айтуымызға болады, яғни Декс келген. Декс дейтін мына жаққа өзінің бөлмесін таңдаған, яғни оны да бөлмесін көрсетіп кетейін. Егер Декс сен бұл видеоны қарап отырсаң, кешірім өтінемін, яғни сен бөлмеңе кіріп жатқаныма. Мына жақта мынау Декстің бөлмесі, мына жақта несі ұйықтайтын жері, сол несі картинка, мынау сундуктары ашпай қой, мынау өзінің печка, сол не верстак, как обычно, сол не, но білмеймін, үстіп қоя берейін. Және сұра мынау типа черный ход секілді, қателеспесем, мынау риск,
Мына достар онда мынаяқтың несін алып тастаған секілдіміз қой, несін Декс ренжіме орнына қойып қоятын боламыз закадр. Міне мынау сондай зат, типа черный ход секілді. Және достар мына зат ойдан шыққан закадрым достар. Закадрым шыққан зат, яғни жоғары қарай көтерілеміз достар. Бұл яғни жоғары крышамызға көтерілеміз достар. Мына тесіктерін ақтып тұрсаңыз достар, егер біз алға қарай болса немізге сезонымызға балдар келіп жатса достар, білетін болсыздар, өзіміздің балдарымызда балдар келіп жатса, өздері не комната емес, или достар біз мына екі комната емес, или бұны крыша бұл қатты үлкен болғандықтан, яғни бет екіге бөліп, әйтеуір екі адам или үш адамға әйтеуір орын етіп тырысып көреміз, сөйтіп не істеуімізге. Достар, енді сөйтіп сыйғыздырып көретін боламыз, яғни 2-3 адам сиятындай еткізіп. Енді достар, енді мына үйді полностью көрсетіп шыққан деген ойдамын, дұрыс па? Қазір мына жақта әжетхана, мына менің комнатам достар, оның бәріне көрсеттім достар. Енді мына неміз біткен секілді ғой. Яғни үйіміз достар, енді бұл үйіміз полностью біткен, өте керемет болып шыққан деген ойдамын достар. Енді бұл епше бұл менің Майнкрафтымдағы YouTube каналымда ең жестко үйдің бірі достар. Мен жалпы мында үйді жалпы өзіме беріп қойса, мені вообще мындай салмас. Мен тек просто андай не салып берем, тек андай қалай айтады ғой. 4 бұрышты, в общем, қалай айтатын еді достар. Ой, мұндықон, в общем, коробка сетіп саламды, неққа үйті тек бөлмесін бөлемді, соны басқа ештеңе істей алмаймын достар. Енді өкінішке орай мен андай қатты фантазия мықты адам емес. Енді үйіміз бітті, сырттай қарағанда өте әдемі көрінеді. Мынау типа алдың серияларда көргендеріңізде бұның бәрі дайын тұрды достар. Міне бұның бәрі әдемі деген ойдам. Мынау типа араның несі, аралар тұратын жер, біреу сыртқа шығып кетті ғой. Ештеңе етпес, мынау типа ойшымыздар аяқта аралар несі, оны алдыңғы сезондарда көрген боласыздар. Тек аяққа айтарлықтай өзгерістер болған жоқ, тек 1-2 өзгерістер болмаса, яғни мынаяққа қарай тек не? Ой, мына короче. Мына шығып кеткен жоқ па? Шыққан секілді. Мынаяқта типа мынау кішкене бізге более көп минут әкелу үшін достар кішкене мынаяқта араларын өзгешелеу етіп қойған, мыналардың араларын достар, кешірім өтінемін, яғни неге бұл видеоның жарты жоқ десеңіздер, достар, сіздерден үлкен кешірім сұраймын достар. Себебі бұл видеода типа андай не болып кетті, білем, бұл видео өзіне андай осы несі, типа жартысы өзіне не істемей қалды. Яғни жазылды достар, бірақ ашылмады достар, сол себептен бұл деп үзіндісін көрмейтін болсыздар достар, арға үзіндісін көре беріңіздер. Мен достар, бізді өзіміздің постройкамыз бітті достар, өте керемет шықты деген ойдамын достар. Мені қараңыздар, Жако дейтін өте керемет істеген достар. Сол үшін Жако, саған сен бұл видео қарасың, саған үлкен рахмет айтамын. Яғни мен өйстіп мен барлық сезонына, яғни өйстіп не істеп жүргеніңе, яғни әрбір сериаларына қатысып жүрген саған үлкен рахмет айтамын. Жако, саған сол себепті үлкен рахмет достар. Енді көпсем достар, мен Жаконың істеген постройкасын көрсетіңіздер, ол өте керемет шыққан. Мені қараңыздар, өте керемет шыққан постройка. Міне достар, өте керемет шықты деген ойдамын. Мынаңыз достар, мына типа достар, сіз арғы көрген жоқсыздар, мына қараңыз достар. Мына жақтан типа мына алдысы, алды дейді ғой, сонда енді кіретін жері өте керемет селік деген ой. Мына тауықтарды кіргіземіз, және де өйстіп бар үй. Ана шығып кетті. Өлтірсең жақсы ештеңе етпес. Мен достар, мына жақта рейд істейтін адамдар ғой. Деп рейд істейтін адамдарды өлтіріп тастаймыз. Ендеше мына жақта тауықтар бар. Мына жақта мен тауық және мына жоғары көтерілетін, яғни мына тауықтың ұясы. Мына жақта жаңбыр жауып кетті. Мына типа тауықтың ұясы достар, мына не десеңіздер достар, кейбір кезде білетін боласыздар, яғни тауықтар ана типа жұмыртқа салғанда, мына жұмыртқа арқылы осы воронкаға түсетін секілді, қателеспесем. Міне мына жақта өйстіп тауықтар үй жоғары қарай мінеді, яғни өзінің үйшіктеріне. Неге ары қарай кірмейді, соны түсініп тұрған жоқпын мен. Мынау не кірмейді тұр. Достар, онда жақсы, онда мына алтыға тура келетін секілді ғой, яғни мынау мешет етіп тұратын секілді. Енді кіруге достар, мына достар, мынау кішкене мешет етіп тұрған екен. Міне мынау естіп, яғни өз ұяларына кіреді, енді олар ұнайды деген ойдамын. Әде жақсы шықты деп ойлаймын. Мен достар, енді балдар шығатын болады, өте керемет достар. Жайлы. Не болып кетті.
жақсы отыр онда мен достар бұл не достар сіздер көріп тұрғаннан өте керемет шықты деген ойда мынаны қараңдар достар өте әдемі мынаны достар сырттай қарағанда өте жестко көрінеді достар шынымен тауықтарға лайықты өзінің үйшіктері десе де болады достар өте керемет. Егер егерге мен бұл тауықтарға ұя істейтін болсам мен жай ғана төрт-төртсе зат сияқты қояр едім достар. Енді достар енді біз онда бүгінгі видеомызды аяқтайтын да боламыз достар. Видео кішкене ұзақтау болып кетіп жатуы мүмкін, енді мен точно уақытын қарай алмаймын. Міне мына жақта осының несі бар, яғни мына жақта шөптер өсірген, типа мына үйлері, мына Жако әсіресе осындай дизайн ұнататын секілді, яғни әсіресе мындай несі бейістіп шығып тұратын. Енді үйдің де туптары осындай несі, яғни үйдің алдында да бар. Көрсетіп жіберейін достар сіздерге де. Міне достар мына алдарыңызда көріп тұрғандай міне достар сіздер алдарыңызда көріп тұрған туптары осындай типа ілгіш сияқты зат. Осындай неде тұр, яғни үйдің алдында Жако әсіресе осындай нені ұнататын секілді деп ойлаймын. Яғни осындай қайтсам екен. Осының дизайнды ұнатады деген ойды сияқты Жако достар. Онда біз бүгінге мен достар ұмытып кешірім өтінемін, яғни достар қайтадан алдынан шығып кеткен достар. Қазір достар біз сіздерге топ комментарий істейтін боламыз достар. Енді топ комментарий кешірім өтінемін достар. Біз яғни нені әлі істеп бітірген жоқпыз, яғни несін андай бөлмесін еді, яғни бөлме істейміз деп айттық достар. Енді өкінішке орай оны әлі біз толықтай істеп бітірген жоқпыз достар. Енді оны примерно білмеймін жерлерге ма или үйдің ішіне бір жеріне істеп тастаймыз достар. Оны скриншотқа түсіріп алып достар. Енді андай әдемі етіп сіздер коммент істеген соң, яғни подписчиктер аламыз топ комментарияларға, сосын сол ненің сол комментарияның бәрін сол әдемі істелген бөлмеге таситын боламыз достар. Енді ешкім етпейтін бар, егер бұл топ комментарияны осы жолға тек осы үйдің бір жеріне істей қоямыз достар. Енді сол себептен видео паузада тұратын болады. Достар бәрін дайындалып болған соң сіздермен бірге жалғастыратын боламыз. Міне достар біз өзіміздің топ комментарияларымызға келдік достар. Міне топ комментарияны сіздер көріп тұрғандай біріншісі Ләззат Жандырбаева деп адам жазған. Кешірім өтінемін, яғни сенің егер атыңды қате оқысам сені үлкен кешірім сұраймын. Және ол маған бүйтіп жазды, Мачо дами бер алға деп. Саған да рахмет, маған осыны комментарий жазған. Және топ екінші комментариям Біржан Ильясовтан келген бро дами бер деп жазыпты. Саған да рахмет, яғни маған осыны комментарий жазып жатқаны. Және де топ үшінші комментарий Макс Геймерден келген достар. Енді оның полностью жазған несі достар, яғни неге сыймай қалды, яғни табличка достар. Мен оны сіздерге оқып берейін. Ол Макс Геймер деп жазған, Мачо видеоларын бешеный постройкаларын ауфко деп жазыпты. Яғни рахмет, яғни менің осындай видеоларымды мақтап жатқан, және де постройканы жалпы Жако деп қосқаның жақсы еді, яғни Жакоға айтқаның жақсы еді. Яғни бұл не деге, яғни сезонда постройкасын көбісінің достар бәрін Жако салды, сол үшін Жако саған үлкен рахметімді айтамын достар. Оны біз бүгін аяқтаймыз достар. Достар кешірім, яғни достар біз бүгін аяқтаймыз достар. Сен бір әрқашан Мачо және Жако достар. Енді өкінішке орай Жако сөйлей алмайды, бір жағынан қоштаса алмайды достар. Онда мен оның бәрін өзім аяқтауыма тура келді достар. Онда бәріңізді қоштасыңдар достар. Бәріңізге адиос.